Қайырлы күн қымбатты достар, біздің тағы да кезекті шығарылым. Бүгін бізде қонақта Шаншар театрының экс-актері, қазіргі таңда әншілікке бет бұрған актер, әнші, асаба Дәурен братан келіп отыр. Осы кісіні өте қатты күттім мен. Өте қатты күттім. Рахмет жандарым. Әлемдегі ең пысық адамдардың қатарында. Қой. Сөйтіп көрінеді. Сөйтіп көрінеді просто. Сыралмайсыңдар. Иә. Жерге жақындардан қорқытып бәкең айтты. Жоқ, мен Бүгін енді ерекше стильде, әнші болғаннан кейін ба, очкимен келіп отыр екенсіз өзіңіз? Енді әшке тақтым дегенше әнші болдым десе жай дейді. Не себебі очки тағуыңыз? Жоқ, мен де тура баяғыда сендер сияқты қарапайым кезімде мысалы. Не тұғын андай? Не тұғым? Әшке таққанды түсінбейін тұғым. Неменеге әшке тағатты? Сөйтсем де әнші болғаннан кейін біресе Қызылордада, біресе Жетісайда, біресе ана жақта ары бері жүрсін көбейіп кетеді екен. Көзім қызарып кетті. Соған. Көз ұйықтамағаннан қызарып жатыр ма, әлде уже әншілікте бет бұрған? Ұйықтамағаннан шығар. Sonra халық түсінбей қалмасын, шегіп алған ба деп ойлап қалмасын, әшке тағып алдым сөзің ашық. Шешіп қоясаңыз. Бүгін енді сіз әртіс болып келдіңіз. Үйрен қаппын әшкеге өзім. Үйде қанша әшкейіңіз бар осындай? Пока бірінші әшке өзі. осы тозға шегейім. Әнге бір әншкеден шығарып. Бұны үліп қоямын неге? Үйге ең мақтаншы болып кеткен кезде, бірінші әнші болған кезде Аяз бидің несі сияқты тұрады да? Шапан сияқты, иә. Қош келдіңіз, дәде. Қош көрдік жаным, қош көрдік. Көріп жүрмін, сендерді анау, мен жолда көп жүремін әнші болғаннан кейін. Ананың қызығын көремін, мынаның қызығын көремін. Өткенде Қуатжан келіпті ғой, Қуатжан жақсы өтіп жатыр. Ауылдың жігіті ғой, ауылдың әңгімелері өтеді қазаққа. Сөйтіп қазақтың түп тамыры ауылда ғой. Өзіңіз жалпы ауылдан шыққансыз ба? Содан бастасай, өнерді қалай бастадыңыз? Кейде қолым бос кезде студияда отырған кезде де бастайықшы. Ауылдан шыққанбыз ғой, Қызылорда Жаңақорған деген жерден шыққанбыз. Өзімен осы әзілге университетке түскеннен кейін КВН ойнадым ғой мен, Түркістан командасында. Сол кезде КВН-ге осы ауылдың әңгімесін айту, қызық әңгімелерді айту арқылы кіріп кеткенмін негізі. Ауылдың. Әкеге деген қорқыныш страшно ғой. Жатасың ғой, үйде ше, ауылда ше. Мамаң сөз деген, ана сөзі боқ, әке сөзі оқ деген ғой, жатасың ғой, үйде ұйықтап жатасың. Тұрсай ана малды шығарсай, сосын шығарып кел да, ұйықтай бер дейді ғой. Оны шығарып келгеннен кейін өмір ұйықтай алмайсың ғой. Иә, мамам, шал жатады мамаң тағы да сәлден кейін сиыр сауып келгеннен тағы айтады. Малды шығарсай бар, анау не қап кетеді ғана өрсін. Мамам, бір терездің алдынан папаң өтеді ғой. Шешеңіз мына бала әлі тұрмаған ба деп. Тұрасың екен. Не болды, тұрдық қой. Әкеге деген қорқыныш ол. КВН-ді бірге ойнадық қой Түркістанда. Мен сол кезде, білмеймін, ана біріне есіме алып кетті. Бекзат деген тағы бір досымыз бар еді. Мықты актер. Тұяқбаев деген, иә. Сол үшеуміз, короче, талапкерлер бар ғой, талапкерлер. Мектепті бітірген талапкерлерді. Түркістанда қанша мектеп бар, қосып университетке алып келеді. Университетте үгіт насихат ретінде концерт болады. Міне біздің университет осындай, бізге түсіңдер деген сияқты. Зал бар деп. Соның арасында КВН-ден düşеміз. Сол кезде сол тегін қойып, бір ақша сұрай алмайсың. Енді таза болып, фанатпыз ғой, саған ашу керек. Үшеуміз жақсы айналамыз, дөң ұрамыз, айып жасаймыз, оқушылар мәз. Бір күнде екі концерт болып кетіп жатыр. Екінші күн тоғы екі шашадық қой. Үшінші күні болды ғой. Ана шут көрді, бәріміз ойнарға шығарды, дүбегі бәші бөтен ашады. Титаникті ше бейді. Барма, сөйтіп, ол дәуретше тірі бар ма деп қаяқпай келетін адам керек. Сөйтіп, үшінші күн ойнамадық қой. Ана сценариімізді жалып кеткенбіз ғой. Бір кезде. Титаникте болған жағдайды бір хабарлап кеткен. Дәурен шықпайды да, алыстан айқайлап келтіру керек қой, тірі қағанда бар ма деп. Тірі қағанда бар ма деп, өтіп кетті. Неғыпсың? Мадырға қойны Тірі қағанда бар ма? Көрерменгеміз аяғында өзімізге ойнап отырық қой, өзімізді күлдіру. Бар мақсатымыз өзімізді күлдіру. Дәке, қош келдіңіз. Біздің бағдарламамыздың демеушісі арнайы Грузиядан келген Чохи деген су. Мен бұны ішпеймін деп айтады. Связкамды құртады деген. Мұздай екен, действительно, қазір кешке тойым бар мен. Мен жанды дос едім ғой. Жоқ, бұл пайдалы. Реклама кетті десе, басалмай. Сияқты Боржомидің ауылынан шығатын су дәмдірек. Ішіп көрсеңіз бұл зияны жоқ. Зәмзәмнің тамшылары бар десе.
қолымда шоқи. Қасиеті нені қойдырады андай. Іш өтуді қойдырады. Ішіп отырсыз ғой бананда. Өте мықтысың, чоқиға рахмет. Чоқи. Иә. Енді дәке, қазір енді әншілікке бет бұрып жатсыз. Жалпы қалай енді әншілік деген негізі? Әншілік, осы ғой әншілік жайлап басталып жатыр ғой қыз. Мұздай су ішпейміз барынша. Тамақты сақтаймыз. Не күлесің? Мен тамадалықты неде бастағам ғой. Екінші курс кезінде бастағам ғой университетте. Жанболаттар жүреді қасымда. Көріп жүреді ғой. Мен тойға барып келем, КВН дайындалып жатыр. Мен продукт алып келем тойдан жаңағыны. Сөйтіп бір күні үшінші курс кезінде, төртінші курс кезінде Жанболат қызығады ғой маған. Қалтамда пода ақша. Дөрім мен де үйренейінші дейді Жанболат ше. Болды, үйренсең онда бірден бастап кете алмайсың, бірақ ана халықты отырғызып бер маған деп сосын бір тақпақ жазып бердім. Ассалаумағалейкум, халқым менің, өзімді таныстыру шартым менің. Әртіс еді, өнерім бір шамалас, сонша жүріп алатын айлығым аз деп, мен арманға мен жалғастырып кетемін дедім. Бұда да 4 жұма көрейін. Осында ғана жатта болды дедім да. 4 қатар. 4 қатар. Бір кезде Жанболат шықты, екеуміз шықтық қой. Ана пампермен ше. Бәрі де қарап отыр ғой. Жанболаттың бірінші рет шығуы шықты да. Ассалаумағалейкум деді. Жоқ, ассалаумағалейкум халқым менің. Ассалаумағалейкум халқым менің деді. Ары қарай полный ұмытты. Бізді жағдай етті деп ойламаңыздар. Сонша жүріп алатын айлығым аз дегеннің мағынасын айта салды да ол. Бізді жағдай етті деп ойламаңыздар. Шыға алмаймын ғой қойттан. Еще андай ғой. Бір туған күні бар, короче. Балсу деген кафе бар ғой. Шағын осындай. Барсақ, ол кезде қазір сендер мысалы асабасыңдар кәсіби. Кәсіпті сұрайсыңдар. Аппарат қандай, өздері диджейлер бәрін мысалы үшін. Өзі музыка бар қойып беретін. Біз ол ештеңе сұрамадық. Микрофон да істемейді, иә? Микрофон болған андай ғой. 3 нұры бой ма еді? Мынандай үйде тұратын колонкалар бар ғой. Соған прямой барып таға салатын микрофондар ғой. 3 нұры қысқа. Қысқа ғой. Екеумізге біреу ғой. Екеумізге біреу. Біз жағдай етті деп ойламаңыздар, маған қаштым ғой. Ол кезде жаттап алған болмай. Соны төрден жаттап алған, бірақ ән шыққан кезде ана халықтың мысы деген бар ғой. 40 адам болса да, бірінші шыққан адамға бүйтіп қарап отқаннан кейін. Енді содан кейін басқармай кетті ғой Жанболат. көріп отырған көрермендер біздің қаншалықты жақын екенімізді бұрыннан бала күнімізден араласатынымызды білсін деп. Иә, баяғы естеліктер жас кездегі. Мына әншіліктен бастайын бірінші. Анау әншілікке қызыққан себебім да. Мен в общем жанды дауыспен айтуға қызыққан себебім. Біздің Ержан деген болды ғой, Майкл Джексон болып Шаншарда. Қордайға Нұржан аға мен Қолшынбаев Нұржан аға бар. Сонымен тойға бардық та. Ондай микрофон бар тұғын бүйтіп. Алатын Чымкентте жүріңіз, постоянно бүйтіп тұрып айтады ғой, билеп. Майкл Джексон болып ше. Істемейді бірақ. Соны қордайға ұмытып кеткен ғой. Мынандай тағын ше. Алып барып, амал жоқ бүйтіп айту керек қой енді. Деп қара торағай деп айтып келді да. Билейтін жер келді ғой. Микрофон жерге қойды да. Бүйтіп, ана жастарға шын кетіп қалды да, билеп ше. Ұмытып кетті. Ұмытып кетті да микрофон екен. Бір кез ән айтады есіне түсті да. Абрат жүгірек. Уже өлеңі басталып кеткен. Ортасына келген кезде сен алды да қара торағай. Содан кейін құрсын дедім, ойбай ол плюсі құрсын деп соны минус айтамын ғой соны. Сапар жаңағы Шардар марқұм ініміз бар ғой өнердегі. Келіншегі менден айтады, өзі де жиі айтады, операның әжептәуір әншісі ғой. Сол Беловодқа карантинде кезде концерт қойып отқан, сөйтіп концерт қойып отқан кезде музыкант келіп түсіндіріп кеткен әдемілеп. Қазір мен айтамын, 4-ті қойып жүрмін, 4-ші тректі. Ол келіншегіміз айтқан вариант. Өзім айтқан вариант қой деп. 3-ші трек. Иә, 3-ші тректі қой деген. Ана шатасып отқан кезде 4-ті қойып жүрген ғой. Ана шыққан, «Бұғазынай Сапар пәленшейіп» деп хабарлаған Нұржан. Соған шыққан Сапар шыққанда марқұм. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Халықтар бұлай құлап жатыр жан-жаққа. Әйелі келіп ше. Сөйтіп бүйтіп музыкант қарап жаны келіп тұр дейді да. Кетіп отырам. Шығып кеткен. Сөйтіп қайтадан Нұржан бар ғой кәккі өзіміздің. Қайтадан шығып хабарламайын деді ғой. Мен шықсам кәдімгі халық күле беріп дейді ғой. Қоржында қанша ән бар енді қазір? Әнді қоя бер, әзіл айтайық қазір. Әзіл айтатын жерге келдік. Қонақ кәде. Жүкеңмен қызық болды бір күн. Сахнада біздің террорист деген неміз ғой. Неміз, скетчіміз. Террорист болып келеді кәрекше. Анау жүгенге түсінбей бомбаларын бәрін алып қояды ғой бүйтін. Не деп ше, автоматтармен.
бұрын соны бірінші қойып жатқан кезде баяғыда біз жоқ кезде қойып жатқан сахнада анау бомбаны алады да жаңағы телевизордың үстіндегі жүгең ше мынандай аш жібереді да байқамай ше ей мына жарылады дейді жүгең сахнаның сыртына шығып барып будуш деп жарылып музыка шығып үсті қап қара болып келеді ғой мынаны ауытқан кезде мынаны тартып қалған кезде будуш деген қойып жіберген ғой сахнада ше сөйтсе жүгең ойбай ойбай будуш қолында жарылып кетті ғой ана жақта қара киімі жоқ ана жақта үстінде ше сөйтіп ойбай деп шығып барады ше ана бір бадилал быт шықты ғой быт шықты ғой әшейін бір музыкаға бола енді ұсталып қалу жайында айтайын біраз үйіне келіп қалған ғой бір көбіміз сөйтіп түнде келіп қалған да түнгі сағат 2-3-те қай жақта жүрсің мына жақта жүрмін мына жақта жүрмін қарап қалса екі аяғында екі түрлі носки дейді да бір қара носки бір қызыл носки ше ей не анау деген ғой не деген серьез қылмады анаңды не ана екі аяғың екі түрлі носки қой деген ғой қарап қалса екі түрлі носки тұрды аяғында ешак деп айтады дейді мына жақта ойланып жатырмын дейді не айту керегінші не ешак деп қалдың ғой ешак қатырын деп ойлап тұрсың ғой ойланып жатырмын дейді не деп айтарын білмедім дейді да не қатырын дейсің ба кім ол ешак бас осымен сонда мен қатыма ұсталып қалады деп ойладың ғой ей не енді айтсайын деді ешек бас таппай жатыр ойланып жатыр ешек бас Рүстем деді аналар сонда мен немді пайдаланып аяғыма қызыл носки кигізіп жүрген деп сөйтіп құтылып кеткен екен да бір ағамыз бір жерге барып мас болып қалып біреулермен кездескен шығар енді жасыртты сөйтіп ұйқылы ояу жаңағы түршесіз шалбарын киіп кеткен ғой үйіне келіп ұйықтаған шалбармен келіншегін жайлап шалбарын шешейін мынау ұйықтап қалыпты ғой деп шалбарын шеше түрсегі жоқ дейді бұтында мынау түрсегі оятқан ғой мына түрсегің жоқ мынау қай жақта іш киімің қай жақта мынау деген ғой тур жаңағындай ойланған ғой енді не істеймін не айтамын түрсегі жоқ бұтында сенің кесірің бәрі деген ғой қатыннан не болып қалды деген ғой бағана обедте үйден шығар кезде бір тамақ бердің ішім ауырды бұтыма түшіп қойдым бұтына түшіп қойғам әйелің күліп жүрген бір үлкен көкемізді күтіп жатқан ғой енді қырғызстанның несімен бір үлкен бір кітапты аудару керек болған да қазақшаға ше сөйтіп гостиницада 2 күн ба 3 күн ба екеуі аударған қырғызстандық енді іш пысқанда енді ей құрдас ау мынау бір массаж шақырмаймыз ба деген да шаршадық қой мынау 3 күн кітап жазып қыздар жоқ па бір массаж істейтін деген бар ғой деп ошым несі жоқ та ондайға ебі жоқ көкеміздің сөйтіп шоферіне звондаған ғой анда массаж істейтін қыздар болады екен ғой сондай бар ма деп бар көке деп номерін жіберген ғой үйіне келе жатқан шофер ше сөйтіп бір кезде үйіне кіргеннен кейін шофер сұраған ғой қайтадан звондаған да ей олар тоже сондай массаж істейтін қыздар ма деп иә жақсы көке келіншек тұрған да шофердің оқып қалған зат кім не дейді деген анау қырғызстанның жазушысы қайтайын деп жатыр соны шығарып салатын такси іздеп жатыр деген бір кезде анау қайтадан звондаған ғой жаңағы біздің қазақ ей мынау аттары кім бұның деген ғой қасында уже спальныйда жатыр ғой келіншегім аттары дейсіз ба оны күйеуінің аты асқар мен бірақ келіншегінің аты тоже айгүл деп ана таксиде айтып жатыр ғой таксиде айтқан болып нағылайын деп күйеуінің аты асқар мед бірақ келіншегінің аты тоже айгүл деп айгүл деп айтты айгүл десе ойбай шеше күйеуі не істейді бұл жерде деп айтады ол күйеуімен келе ма не күйеуі не істейді бұл жерде деп тойда анау сабап кете береді ғой адамдар дастархан ғой дастархан өзің де музыканың барғанда общаганың кезінде ғой грильдер сап қоясың да общагаға барып жанына жамағаттарға алып барасың ғой бір күн бүйтіп тойға барып қалсам ананасты көріп қалдым да уже аяқ жағында ғой бүтін күйінше тұрды ғой бүйтіп жеп бүтін күйінше тұр бүйтіп бір кезде мен де бүйтіп қарап бір қарасам бір әйел де қарап тұр екен да соған ол да алып келгенше тұр да
қарап тұрып қалыстан ше ана әйел қарап біз ана кетті ғой біз ана ше атаң кетті ау дедім ана ше ананыз билеп жатыр жұрттың бәрі бір кезде бүйтіп барды ана қараған жоқ та анасқа ше бүйтті да жапырағына ұстады да сөйтіп бүйтіп кесіп қойдың ғой ана ше өзің ше ұстады да жапырағына кетіп бара жатыр астың бәрі маңғылды желмей балықтарды көресің деп жатыр ғой бір бай алтын балық ұстап алған ғой мынау сияқты ше алтын балықтан кішкентай қола деген ғой анау страшный бай ғой біздің қазақстанда байлар жаман көп қой 29 байға бүкіл қазақстанның байлығы 20 қанша 29 адам несінде деген сияқты балық ұстап ана кішкентай келген дегенде алтын балық лақтырып жүрген ғой суға ше сөйтсе балық суға гүмп етіп қайтадан шықты түсінбей қалған алтын балық ше қайтадан шығып ей үш түлек ше деген ғой анаған сөйтсем айтса ал үш түлегің деп айтады да ой кетті иә осындай балық алып келген үйіне ғашық болып қалыпты ана балыққа біреу ше сөйтіп күніге тойға кетіп жатқанда деп сүйіп кететін балықты несіне ваннасына салып кетеді да күніге жиып 2 рет сүйіп 3 рет сүйіп құрлыққа үйретіп алған ана балықты ше күніге сүйе беріп нағыла беріп сөйтіп уже кәдімгідей сыртта жүре беретін балық болып кетті анау кәдімгі осындай неде өмір сүре береді да сөйтіп біреу жайлап есіктің алдына шығарып үйретіп туған балықты қолынан ұстап ертіп жүреді да уже иттер сияқты ше сөйтіп уже ауылға шығып үйретіпті сөйтіп қалаға алып шыққан уже қалаға алып шыққан кезде өйтіп кетіп жатқан кезде ана не жақтан дендар бар жақтан дейді аяғы тайып кетті суға түсіп кеткен ғой балық тұншығып өлді ана түрмеден шықты да екеуі әбден ана анекдот айтып уже номерлеп қойды да анекдоттарын ше екі десе уаа деп күледі екен да ана анекдот естіледі да 87 десе түрмеден әбден 5 жыл ма 6 жыл ма жатқан екеуі біледі да жатқа біледі да айтып жатпайды да мынандай мынандай деп айтып жатпайды номерлеп қойған да сөйтіп ана 74 десе 82 десе ей мына жерде балдар отыр ғой деп айтады иә балдар ұятсыз анекдот болып қалған да біздің ауылда да өте көп анекдот нелер әңгімелер біреу бүйтіп нәски қарап отқанға ауылда нәски алайын деп шешсе сонша қарап кетті да соны айтты әзімхан деген көзімізге әй ол тесік емес ала берді жоқ маған не тесік керек депті не істемекшін тесігін десе үйге киемін деп айтады үйге обязательно тесік нәски киетініне қояды былай қаратып қойып мына өкшесі мына жақта жыртылған жер қазір ғой кішкене тесілсе нәски тігетін ешкім жоқ ау сөйтіп бір ағамыз магазиннен темекі сұраған темекі берші деп алып бәрін алып кетіп бара жатыр дейді да әй әзімхан неге жазайын деген ғой пенсияға жазайын ба жоқ төлейсің ба десе жоқ пособиеға жаза сал деген ғой пособие берейін деді ма десе бермейді ау деп айтады сонда в общем бермеймін деген әңгіме ғой әуре ма мен темекі сұрағанда көке темекі беріңізші деп берген көке спичка беріңізші деген әкеле темекі депші 12-де бір займаным жоқ атаң басына темекі шегеді мамыр ағадан темекі бар ма десе бар деп көрсетіп айтсақ қоя салады бермей ма беріңізші десең береді да бірақ бар десең көрсетіп қойсақ қоя салады қалтасына ауыл шардың кезінде қызық болмайды имам көкеміз айтты да мынау тарапада ғой жаңа нелерің қазір анау тарапы ұзақтау болады өзі тарапы деген 45-50 минуттай болады анау егер енді түсінемін сендер шалсыңдар уже егер кішігірім дәрет бұзылып қалып жатса үндемей өзің шығып кет дейді мұрныңды баса шығып кет та сенің ғана дәретің бұзылады біздің дәретіміз бұзылмайды бар дәретіңді алып қайтадан кел әсіресе алтыға біледі уже имам әсіресе алтыға сен байқа болды оқып отыр әдемі оқып бітірді ғой ертесін тағы отыр көз өткізді ғой деді да өзі ойбай деді да шығып барады есік жауып порта түсіп кетіп бара жатыр ғой әнші болғаннан кейін дуэт жасайды ғой біреумен совместно иә сондай жоспар бар ма енді былай дуэт болмайды екен өзім бір біреу дуэт бағанада қосылды соңғы үш сөзін соны бірге айтқанда мейрамбек бесбаевқа сіз ана салтанат ыстамғазиевамен айттыңыз кіммен тоқтар серікпен айттыңыз әнді көп адаммен дуэт болды анамен айттыңыз мынамен айттыңыз иә сізге кіммен айтқан қатты ұнайды десе домбырамен деп айтады негізі бір өзің жүргенге жетпейді екен шынымен қасымда уже ананың бір проблема екеу болады екен да в общем
ауылда енді қазір барлығы біледі деп ойлаймын, белка дейтін ойын бар. Күзірайт. Бәрі біледі ғой. Сол күзірайттан жарыс өтеді. Бір жерге жинайды, бір үйге сөйтеді де, таңертең сағат бәрі ауыл барады да, үлкені бар, кішісі бар, бәрі әрқайсысы бір 1000 теңгеден 2000 теңгеден ақша тастап, жаңа жерге су пу алады, 100 грамм алады, карта ойнайды. Кім ұтылады, ойыннан шығып кетеді. Қырғын ғой, парыңмен келесің, короче. Сөйтіп ойын басталған ғой, ортасында ұтады да келесі ойынға ойнайын дегенше пауза болып қалады, сол жерде 100 грамм ішеді. Азанда басталған ойын кешке сағат 9-10 болған ғой енді. Жомарт деген братан бар, әңгімен жыртатын қады. Жомарт братан мен Әшөк дейтін братан екеуі бірге болған ғой енді. Финалға шыққан ғой екеуі. Финалға дейін барады, тағы 8-9 болып жатыр, кеш болып жатыр, 10-11 болып жатыр. Ойнап жатқан кезде екеуі де қызып қалған финалда. Әшөк дейтін братан шыбын жүрсе, картаға бір қарайды, қолына бір қарайды. Қызу ғой енді. Жай ойнап жатыр дейді енді. Жомарт напарник братан. Жомарт деген братан дейді. Әшөк тез жүресің бе, үйді сағынып кеттім деп. Азында шығып кеткен ғой. Тез жүресің бе, үйді сағынып кеттім деп. Ауылда сол карта ойнай ма, кеш келеді ғой. Біз азында отырып әкесі ұрысып жатыр ғой. Бұлар әкең осы малдың өзі, кешке қарай үйге кіреді. Азында үйден шығады. Бұлар малдан бетер ғой. Бұлар наоборот кеш болғанда үйден шығады. Азан болғанда үйге кіреді деп жүрді. Баласы келеді ғой, ұрысып жатқан шаттық екен күлеміз. Сен қарашы анау. Өзіңді жүрттің өзіңдей балдар әлемнің чемпионы болып отыр. Бекзат Саттархановты көрдің бе? 2000 жылда. 80 жылда барасың. Сөйтіп өзіңдей балдар қалашы әлем чемпионы болып жатыр десе. Ой, папа болды 80 ғой деп. 81 мың ғой деп. Сөйтсе папасы айтады. Көреміз ендігі жыл қатырсаң деп. Ауылдық жатпайды анау қой күтіп отырасың ғой. Қой кезек күтіп отырасың ғой. Уақытта мал келе жатады. Әңгіме жүріп жатады, шалдар бәрі. Ең қызығымыз ол жерде ғой. Кайф қой, мощник мал келетін кезде. Соған әңгімеге бола жатың ғой негізі малға емес. Мал өзі келеді екен. Айтшы өзі келеді. Сөйтіп бір Әмірхан деген ат айтты да. Біздің картошкалар мынандай болды деді да. Сіз көрсетіп жатыр ғой. Жақсы, Аллаға шүкір, биыл жер құнары жақсы. Мынандай болды картошка деп еді. Ой, деді Сәбит деген ағамыз. Біздікі мынандай болды деді. Дәу қылып көрсетті ана десе. Шең берді. Одан да дәу қылып көрсетті. Бәрібір салып қалады да қояды. Анадан ұрысып кетті ғой. Бәрібір салып қалады да қояды. Ойбай. Историяны көрдің ғой, клипін түсіп жатыр. Клипіңе Сәкен Майғазиев түсіп жатыр екен. Үлкен мықты ғой. Конечно, елдің ағалары. Бұл кісілердің жаңа өнер жолында ағалары ғой енді. Бекзат ағамыздың анасынан бастадық негізі бірінші кезекте. Содан кейін Нұрымдарға, Наурыздарға елдің алдында жүргендер құрмет жасаса. Шын айтқанда сол клипті аса күтіп жатырық негізі. Құдай қаласа. Түскен. Сәкен ағаларым түскен. Сәкен аға деп клип дегеннен кейін Сәкен ағалар айтқаннан кейін есіме түсіп жатыр да. Қай жыл деген есімде жоқ, КВН-де жүргенбіз. Астанадан ол пойыздан кейін мен самолеттен ұшып барғанмын. Қайдағы да самолетке билет алып қойғанмын. Нұрбек, енді не алып жүрген ғой енді. Нұрбек, ақшаң бар ма жоқ емес. Самолет келсе керек. Зуыта қаламыз. 1 сағат, 1,5 сағат. Шынымен де не мен самолетке де. Билет алдық. Егер бір самолетке. Аэропортқа бардық. Мен енді қанша самолетке мінсем де мен әлі күнге дейін менің фобиямда қорқамын самолеттен. Нұрымда сескеніп тұрып өзім қорыққанын білдіртпейін енді. Бұл да жанып кетпесін, бір шетінен барып деп жатырмын ғой. Сөйтіп бір самолетке мінсек, кішкенекей тұрсам жоқ аэропорт. Музар, жаңағы Мейрамбек ағамыз, Кенжебек. Совпадение қылдыңыз ба? Бәрі бірге мініп жатыр самолетке. Тағы да көп әншілер еді, бірақ Музарт енді бүйтіп тұр ғой енді. Солар қарай береміз соған. Қалай берді. Неше жатыр деген сияқты. Ой, налардан анжыма дейді па? Біз ол самолетке отырып еді, ана самолет әшінде үндемей тізіп деп қона салып. Скат деген самолет қой. Төбеде дірілдейді ғой анау. Обычно дірілдейді бірақ енді ана шірек көп дірілдеп кетті негізі. Солай дірілдеп кетті. Мен де өзім қорқып кеттім ғой. Өзім тақ қорған адаммын. Сөйтіп Нұрымда осындай болады. Біз самолетте осындай сөйтіп аспанда өз нелер болады, ямылар болады деп летчикте оқырадамыз. Қондық қой да. Қорықпаймын. Қондық үйге біраз уақытта үйге бардық сонымен. Үйдегілер сұрап жатыр ғой. Қалай екен самолетке бір жеті Астанадан ұшып келді. Қалай екен десе, шынымды айтты дейді. Жаман қорықтым деп. Төбеде дірілдеген. Өліп қалам ба, авария болып өліп қалам ба деп қорықтым дейді. Бірақ бір нәрсеге сендім дейді.
Музарт та бізбен бірге ұшып жатыр ғой дейді. Осылар өлмейтін шығар деп ойлады. Олар ондай авария болатын самолет қотпайды. Ондай самолет қотпайтын шығар деп. Шымкент шоу неге барған ғой? Шымкент шоуды афишаға жазып қойған Кентауға. Концерт болады деп. Бір көкеміз бар, сол жақта қатты ұйымдастыратын. Ол жақтан негізі мына жақта Шымкент шоу білмейді да ол жақта концерт болып жатқанын. Халық жинап жүр, мына жақта ұйымдастырып қойған. Енді неге енді мынау ағайындар дұрыс түсініспен қараңдар. Шымкент шоу келе жатыр еді, жолда авария болыпты. Хорошо, что беріктер деп айтады. Берген бір өзі бар ма? Беріктер болса болды да, жолға қада бармайды ғой. Ана қалғандары мен қызық емес та. Хорошо, что беріктер деп айтады. Сол сияқты сәкен айғайсымайды. Ана студент кезде автобус түгіл кәдімгі жолда таксиге мінгенімізге мәжбүрміз ғой, жол тоқтатып мінгеніміз ғой. Қызылорда Жаңақорғанда тұрамыз, Түркістаннан жолдан тоқтатып аламыз ға. Түркістан шыға берсек. Бардың ғой. Сөйтіп досым екеуміз міндік таксиге. Сөзің ашық, ақшамыз жоқ, лақтырамыз деп міндік еді. Ниетімізді бәрі лақтыру. Амал жоқ. Ақша жоқ. Үйден ағаны бір апталық ақшаны тауысып қойғанбыз. Лақтырамыз деп міндік. Ол лақтырамыз. Сөйтіп нұрпарды қарсы жақтан. Ауылға шеттік. Көке осы жерін тоқтаңыз. Болды деп. Есікті аштық. Құттап қаштық қой досым екеуміз ше. Жусанмен ше кәдімгі. Жол мініп жусан тауға қашып бара жатырық қой. Байқайлап отыр. Қаш досым, қаш. Қайда сумкамен шалып жүрміз ғой. Байқайлап отыр. Қарама қашып қалдық біз. Кемедеу деген қансақ. Соткаларың қалып дейді. Анаған бар көлі қайтты. Көке, сол жерге қойып кете саңызшы көке. Тағы біз сотка болғанда да бір қайбір жұтқан кішкенде бесін. Важный ғой. Важный бір. Жол ондай емес та, бірақ 5 теңге емес та жол. 500 теңгеден 1000 теңге ғой екеуінікі. Ал сотка 5000 теңге тұрады да. Көке, сол жерге қойып кетсең түсініп тұрғанда ана кісі біздің студент екенбіз. Сол жерге қойып кетті ғой. Коля деген досым екенбіз ғой. Студент кезде автобусға айтпайтын еп қой. Автобусға группаластырып кетсек 10 теңге тұрса да автобус 10 теңге құдай көзі жеткізер 10 теңге деген любой адамды шығады ғой ол кезде 50 теңге жүреді қалдық та жолда қызық көріп автобустың андай бар тұрса да сен білесің ғой автобустың артында тұрасың да ағай артына шеш алдынан бере саламын деген нәрсе бар артына тұрасың дейді алдына бере саласың ағай артына шеш алдынан бере саламыз деді деді ашып еді бір бала қаштық деді ғой қаштық қой 10 теңге ғой бере салса 4-5 бала сөйтіп Асылжан деген группалас бар тұғын жаңағы жақты ғой өріп бәрі қарап қойған қолында 10 теңгесі осылай ұстап алған ғой не болды десем 7 база бере саламын деп ғой 7 болмайды да ғой неден общагаға мінесің ғой базардан ше общагаға бұрылып кіру 100 теңге ғой 100 теңге берсем бұрылмай кәдімгі ана ненің фуева ма еді қандай фуева қасынан түсіп қалды дейді да братан 100 теңге берді ғой ішке кір жұмысым жоқ жындым ақша беріп тұрып қойсың тішәші деді да көке бұрылыңыз жұмысым ақша қолымда тұр онда бермеймін онда ақшаңызды десем түш деп ескі машинада тұр мә деп Коля деген досым екеуміз общагадан шығамыз таксиге мінеміз базарға бірден мынандай ұйымдастырады ғой обрездап шыға салу керек Таксидің дұғын сындыру үшін ба? Дұғын сындыру үшін уже 2-3 таксиді сындырғанбыз ғой сөйтіп жігіттер болды төлемей ақ қойыңдар түсіп қалады рахмет базар жоқ деп түсіп қалатын дауысы жуандады шай жуандады дауыс түрімізге келмейді ол дауыс жуандады базар жаққа барады соған үйреніп қойғансыздар соған үйреніп қойғанбыз бүгін түнде міндік қой микрорайон жаққа баратын болдық общага жақтан міндік обрезап шыға салу қанша тұтқан салма жаңа деп анау екеуміз бір-бірімізге сіңіп кеткенбіз пышақ сол жерде қалмай енді қоямын мен деп кетіп жатыр есіңде қай райондықсыңдар деді ана жерде дерзкий жер деген микрорайондікі бар адам микрорайон айна микрорайондікі емес сендер қай жылғысыңдар деді да мен де микрорайондікімін ғой деді да біз бер жағынан ола осы жеріміз қойға тоқта деп кәдімгі до конца бара жатыр да ақшамен түсіп қалдық қой бір кезде анау қайтар кезде таксиге мінсек қайттан бастайды ғой Коля ше абрезді ақша салып еттік өтірік айтады көке біз бірліктенбіз ешқандай көке біз бірліктенбіз Жаңақорғанданбыз осы жақта оқимыз бірінші курс мынау өтірік айтады десем мала кезде қойды Түркістанда ана қазақ ру сияқты ғой түркістандық болмасаң сен өмірі түркістанды сендірмейсің қазақтың да
Қазақсың ба? Қазақтың уәкең монолог бар. Ішінде ұру не? Пәленше. Оның ішіне сен ұсталып қаласың. Сол сияқты тұрсың да қайда өтіпсің? Пәленше. Иә, бәрі-бірін таниды. Сотка бірінші аған кезде мақсат Ысқақов деген бар ғой. Астанада, Түркістан. Назарбаевқа қарап, менің жылым жыл болғаннан кейін тырышып тұра алмаймын дейді. Мықты кісі. Стройкүштен бірінші курсты бітіргеннен кейін барып Астанада. Соның інісі туған, соның стройкісі ғой үшін, сол подвалдарды алып, біз соны ремонттаймыз. Липкаш жағамыз, анағанын аламыз. Інісі бізге қарап жүреді да, 88 мақыт бама береді да. Сөйтіп бір телефон ең шығып отқан кезде сол 2006 жыл. Бүйтіп ашылатын лягушка не бар еді ғой. Лягушка Nokia емес, Samsung дейді. Ой, өте башылады. Сондай телефондар өлтіріп басып келдім да. Ассалаумағалейкум. Кішкене пауза түсін да. Уағалейкумассалам. Кім бұл? Анау айтады. Сөйтіп басып келемін да. Анаған айтма, мақтана береді да анау. Мен мынау кеше автобуста келе жатырмын, бір неге тиісіп еміш. Қоймады дедім. Кәдімгі түрме жетіп жатыр дедім. Жаман звонок шығып боқтап жатыр. Ой, маған берсең де нат деді жаңағы. Астанада жүріп қалған ғой. Маған бер, мен сөйлесем дейді. Болды. Деп анаған берміш. Ана уже мен дайындап қойғам ғой. Диктофон бас жерім. Онда телефон білмейтін кез. Уағалейкумассалам. Иә? Жой, иә сен өзің қарындасың мүмкін аған шығар. Біраз дауыс айтып отырған шығар. Біраз ешенесе. Орысша сөйледі. Ой, бұндайлар маған бер ана оны деді. Ана қалып қайттан басып келдім. Уже ана. Осындай. Сен қаяқтасың қазір? Тауып аламын мен сен по-любому. Тауып аламын қайта басып. Ана қайта бердім. Сөйлесші қайдан бар. Не? Тауымайсың ба? Тауып ала. Мықты болсаң. Астанадан. Қайта болып көрдіңеш. Бұндайлар өйстен. Ана қайта басып келдім да. Сен осыны юго-востоктасың. Біресе басып келдім да ана. Адресін бәрін айт. Мен қазір неден көріп отырмын қазір. Мен көйем бұл анау басып келдім. Негізі анау алып та. А? Жоқ, аға. Кетіп дейді ғой. Сразу ба. Қаштық дейді. Қашан айналып неге барды қандай қашы. Ұстап алды дейді. Дәне ота. Подъезде еді қой көмішен кірісі. Дедім ана қайттан мана қарып басып келдім да. Мен сенің артыңда тұрмын. Қазір мен атам, мен сені атам дедім да. Қайтым. Сөйледім. Не? Артыңда тұрған несі? Артынан мен бүйтіп тұрмын ғой. Дәукеш, бауырым, рахмет. Көп алтын уақыт бөліп келгеніңе. Жақсы әңгіме болды. Қатты күлдірамазақ айып етпеңіздер. Сөз айтпадық енді. Жақсы әңгіме болды. Нағыз творчестволық табыс тілеймін деген бір өнер адамдарының айтатын сөз бар ғой. Сол сөз саған жарасады. Онда. Өйткені әзілден бастап театр, одан кейін әншілік, нағыз кәдімгі бәрін бағындырып келатсың. Құдай қаласа айтқан. Республика сарайында сенің концертіңде қолымызда бір құшақ гүлмен бүйтіп отырайық. Құдай қаласа. Олай болса осы кешті әнмен бітірейін. Рахмет, қымбатты достар. Осылай бүгінгі 3D әңгімеміз аяқталды. Біздің бас демеушіміз Чохи, грузиялық суы. Осы суды алып ішіңіздер. Иә, біреуін ішіп көріп дәмін көрсеңіздер болады, ары қарай жақсы көріп кетесіздер. Біреуін тауысып, мына жерде міне. Біреуін тауысып, уже қолыма неге мен шабыт келіп жатыр маған уже. Қолымда Шохи, аяғымда Боти, маған бәрі бер деген. Иә, осымен достар, бағдарламамыз аяқталды. Рахмет. Жүріңіздер. Бушидо. Путь воина. Ямазаки и Набухико Такада против Гарри Олбрайта и Тома Бертона. Такада и Ямазаки, вы сейчас номер один в Федерации Бушидо. Но мы с Олбрайтом тоже не лаптями щи хлебаем и докажем японцам и американцам, что лучше это мы. Вот что я вам скажу, говорит Олбрайт. Ямазаки и Такада, вы, конечно, клевые ребята, но мы здоровые и сильные. Вы можете махать ногами, но я уверен, что мы выдержим множество ваших ударов. Я не уверен, правда, сможете ли вы устоять против силы Тома Бертона и Гарри Олбрайта и продержаться против нас целый час. Вот такое вот заявление, довольно-таки самоуверенное, мы услышали от Тома Бертона и Гарри Олбрайта. Вот он, Бертон. Предлагаю сейчас помолчать и послушать. Ну да, его приветствовала публика гораздо круче, нежели Бертона. Гарри Олбрайт из Монтана, ему 30, рост 1,93 м, вес 159 килограммов.
Ну, его напарник Том Бертон из Флориды, 32 года, ему рост 177 и вес 109 килограммов. Так что суммарный вес 160 плюс 110, 270. Ничего-то. Ну и Казуо Ямазаки и Набухико Такада противостоят этой американской паре. Лучшие двое бойцов бусидо. Набухико Такада из Канагавы, ему 31, рост 185, вес 104 килограмма. Его напарник Казуо Ямазаки из Токио, ему 31, рост 1,90 м и вес также 104. Так что мы помним, 280 килограммов у американцев суммарный вес и 208 у японцев. Опять-таки вес суммарный. В весе выигрывает команда Соединенных Штатов. Это точно. Кто начинает? Бертон и Ямазаки. Бертон и Ямазаки. Ну, отличать бойцов можно без всяческих проблем. Оба американца в трико в борцовском. И оба японца топлес. Один в трико, другой в плавках. Бертон сейчас пытается провести удушающий прием Казуо Ямазаки. Так, ну что, Бертон застыл. Застыл он. Напомню, что Ямазаки номер 2 в рейтинге Федерации UWFI, а Набухико Такада номер 1. То есть лучшие японцы против фактически лучших американцев сейчас на ринге. И вот то, ради чего несколько часов стояли зрители в очереди для того, чтобы попасть в этот спортивный зал, пока феерит Бертон. Но Ямазаки очень быстро останавливает атаку Бертона. Я не могу понять, у Бертона на ногах больничные бахилы, такое ощущение, или какие-то марлевые носки надеты на защиту. Сложно очень сказать. Так, канаты. Канаты у Бертона. Но это, сами понимаете, ни о чем не говорит. 60 минут. При прочих равных мы можем увидеть сегодня вот этого поединка. Конечно, пиршество. Это пиршество бусидо. Здесь на ринге сейчас происходит лучшие из лучших. Помните, был такой фильм, где сборная США билась против команды Кореи? В данном случае такой сиквел этого фильма, ремейк США против Японии. Ну что, Такада выходит на ринг, и я думаю, что Бертон сейчас все-таки поменяется с Гарри Олбрайтом. Произойдет? Да, конечно же, это происходит. Поединок из поединка. Вот сейчас мы можем с вами увидеть. Ну, Олбрайт будет бросать или нет? Соответственно, такой же вопрос могут задать японцы. Будет ли бить Такада? Так. Пока Бертон, да, улыбочка такая. Детей пугать. У Олбрайта. Бертон отдыхает, Гарри Олбрайт, соответственно, на ринге. И ничего у него пока, по крайней мере, не получается. До бросков пока дело не доходит. И пока определенное преимущество у Набухико Такады. Вот сейчас пытается он взять на болевой прием руку Гарри Олбрайта. 5 минут прошло уже с начала этого поединка. Вроде бы разорвал захват, нет? Да, разорвал захват Такада. И сразу же Олбрайт, понимая, что впереди еще долгих 55, коснулся ногами канатов. Обанцы! Такада в действии! Но Олбрайт, вы посмотрите, до чего ж хорош! До чего же хорош Гарри Олбрайт! Не дал он судье ни секунды на то, чтобы тот поднял руку и остановил поединок, а взял и провел шикарный бросок через себя. Суплекс чистой воды с прогибом. Вы посмотрите. Вот он! И Такада в легком недоумении. Так, 2 удара, 3 удара. Гарри
Надо стоять. Да, Гарри Олбрайт стоит, но сразу получает в ухо. Такада. Ну, вы посмотрите, Олбрайт-то. Просто глыбища. Просто глыбища. Сколько раз его бил Такада? Я думаю, что сейчас Такада тоже немножко в легком шоке находится, потому что мало найдется бойцов, которые смогут выдержать вот такую атаку от Такады. Ямазаки пытался провести прием, вместо этого попался на подсечку от Бертона. Так, ну что, пока вроде бы атакует Бертон, но у Ямазаки свободные руки. Это, конечно же, плюс определенный для Казуо. Ну, сейчас уже в атаке Ямазаки, да? Хотя нога Казуо Ямазаки по-прежнему находится под контролем у Тома Бертона. Ну что, будем сворачивать голову американцу, что ли? Вы посмотрите, боже. Какие добрые лица мы сейчас с вами видим. Успокойте Ямазаки, он же вообще ничего не соображает. Мог бы голову отвинтить сейчас Бертона. Да, ну пусть сейчас Гарри Олбрайт немножечко отомстит Ямазаки. Чему-то радуется публика. Ага. Ямазаки говорит, не пойду я в центр ринга. Ну что, сейчас Ямазаки может, кстати говоря, поработать ногами. Точно. Ну, ой-ой-ой! Это было. Позвоночник, интересно, не сыпался в трусы? Указываю Ямазаки. А вы посмотрите, Такада-то, а? Бросил он Бертона. Ой, как шикарно бросил. И Бертон пока обороняется. Обороняться у него получалось ровно 4 удара. Ну, сейчас Олбрайт пару ласковых должен сказать Тому Бертону, чтобы тот взял себя в руки. Так, ну Бертон вроде бы встал и понимает, что Такада мог делать. Бросает Бертон. Но мало того, что рука согнута у Такады, так он еще и переходит в контратаку. Пусть это и тяжело, но тем не менее это получается у Набухико. У Бертона, да, проблемы были, и он предпочитает дотронуться до каната. А судья, по-моему, вообще мышей не ловит. Уж Бертон ему показывает рукой, говорит, я уже у каната. Только после этого замечания рефери остановил поединок. Здорово блокировал сейчас Бертон удар с разворота Такады. Ну, Томми. Ну, Такада. Кто будет сейчас атаковать? Ага. Бертон притащил Такаду к Олбрайту. И Гарри выходит на ринг. Не будем забывать, что Такада уже находится там некоторое количество времени. И у Олбрайта определенное преимущество. Вне всякого сомнения есть. Он только что отдыхал, а Такада бился. Так, хорошо, проверил он челюсть и бороду Олбрайта. Любой захват Олбрайта грозит обернуться вот таким вот броском. И, боже, вы посмотрите, мало того, что минус балл, так еще и Олбрайт продолжил сразу же свою атаку. Пытается он уйти в болевой на левую руку Такаде. Конечно, когда Олбрайт бросает, это из серии «Умри, все живое». Так, Такада уже
наверху, бой в партере. Олбрайт в порядке, защищаться он тоже научился. Завалил таки он Такаду, взял на болевой. Ну, пока Такада и Ямазаки впереди на 5 баллов. Но, как известно, пока это еще ни о чем не говорит. 60 минут длится поединок. И оба сейчас сошлись в болевых приемах. У кого ноги крепче, что называется. Ну, обычно, как мы знаем, стратегия американцев-то она проста. Сойтись с противником в клинче и повалить на пол суплексом. Но вот Гарри Олбрайт использует суплекс именно для того, чтобы покончить с соперником. Стратегия японцев, она тоже очевидно, сначала замотать соперников ударами ног, а затем взять болевой захват. Вот на ринге Бертон и Ямазаки. Клинч был, бросок на ринг был и дальше болевой, естественно. Но Ямазаки как-то особых проблем не испытывает от этого болевого приема. Так, контратака, правильно. Правильно делает Ямазаки. Если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе. И надо к канатам двигаться, конечно же. Так, Бертон. Бертон решил остаться на ринге. Будет бросать. Конечно, надо. И делает это в центре ринга, правильно. Бросок шикарен. -1. Но почему же Бертон не заканчивает? Ага, потому что поединок остановили, это нокдаун. Так, ну вот сейчас получает Олбрайт. Бросает Ямазаки. Несмотря на то, что он получил от Ямазаки, о боже мой. И мне кажется, это второй будет бросок, точно. Сможет ли Ямазаки встать? Третий подряд. Боже мой. Да. Я думаю, друзья мои, что мы видим с вами окончание этого поединка. Мало есть людей в мире, кто сможет встать после такого количества бросков от Гарри Олбрайта. Совершенно верно. Да. Ну что же, предматчевые угрозы американцев воплотились в жизнь. Это все не было бахвальством, а посмотрите. Ага, Гарри Олбрайт говорит, я хочу встретиться с Такадой 1 на 1. Не надо мне этих ваших парных поединков. Да. Ну, Олбрайт, ну красавец. Конечно, красавец. Вот что такое American style, американский стиль. Мы по-прежнему номер 1. Смотрите, Ямазаки просто принесли в раздевалку. Получил-то он не шуточно. А Олбрайт говорит, все, что я хочу, это one by one, 1 на 1 с Такадой.